Саңырауқұлақ пандемиясынан 14 жыл өткен соң, жануарлар әлемінің басым бөлігі жойылып, артынша ашаршылық пен азаматтық соғыс басталды. Ақуыз бен тәртіпке зәру әлемде егістік жер үшін қырылысуға тұрарлық соңғы құндылыққа айналды. Бір топ қарулы адам жайқалып өскен егінді көріп қоршалған фермаға басып кірді. Олардың бірі көмек сұраған сыңай танытты, бірақ бұл тұзақ еді. Шабуылдаушылардың бірі үйге кіргенде, оны артынан үнсіз пышақтап түсірді. Екіншісі де сол тағдырды құшты. Сыртта қалғандары әлдебір сыбысты ғана естіді, сосын мергеннің оғы бірінен соң бірін құлатты. Осыдан кейін нағыз аласапыран басталды да, аман қалғандар жүгері алқабына қашып құтылды. Хейли есімді әйел қашқындардың бірін семсерімен тілгілеп, оның мылтығымен серігін де, өзін де атып өлтірді. Соңғы бір шабуылшы жас жігіт қана қалды. Эммануэль оны аңдып жүріп, сәтін пайдаланып, өз пышағымен соғып алды. Бетпердесін шешкенде, ол қатты шошып кетті, оның өлтіргені әйел адам болып шықты. Отбасы мүшелері Эммануэльдің айналасына жиналды. Куки дәл басқа тигізгенін айтып мақтанды, бірақ әйел оған оқтың аз екенін, оны босқа шашпау керектігін ескертті. Олар жеңістерін тойлап жатқанда пышақталған әйел қан жөтеліп, тірі екенін білдірді. Қыздар Эммануэльді тағы да жүрегіне тигізе алмадың деп келеке етті. Сарж оған тапаншасын ұстатып, істі аяқтауды бұйырды. Эммануэль біраз кідіріп барып, шүріппені басты. Түскі ас кезінде қыздар сыбырласып отырып, кішісі аузына келгенін айтып салған үшін жазаға тартылды. Хейли Рейннен кітап бойынша баяндамасын сұрады. Ол басқа кітап оқып жүргенін мойындады. Баяндама дүйсенбіге дейін дайын болуы керек еді. Эммануэль аумақты күзетудің тым ұзаққа созылатынына шағымданды. Хейли оған, тыныштықты о дүниеде табасың деп, келесі күні Августаға жүк жеткізуді тапсырды. Рейн өзінің кезегін сұрағанда, Хейли алдымен бұйрықты орындап, соған лайық болу керектігін айтты. Оларды жұмсар алдында Эммануэльге басты ережені еске салды, бөтендермен тілдесуші болма. Олар аяғыңдағы етігің үшін жаныңды алуға дайын. Келесі күні Эммануэль ерте оянып, жаттығу жасады. Отбасы мүшелері егістікте бірге жұмыс істеді. Кейінірек ол күнделікті әдеті бойынша аумақты тексерді. Хейли оларды атысқа, егіншілікке және қызмет етуге үйреткен еді. Ол сондай-ақ радио арқылы жақын маңдағы фермерлермен байланыста болып отырды. Хейли радио арқылы Августамен сөйлесті. Августа көмек сұрады, шабуылдар жиілеп, одақ армиясынан ешқандай қолдау болмаған. Ол Хейлиден жергілікті фермерлерді оқытуды өтінді, бірақ Хейли мұның тым қауіпті екенін айтып, бас тартты. Эммануэль жаралы атты бақылап тұрған бала туралы түсінен оянды. Күнделікті істерін бітірген соң ол Августаға жүк жеткізуге кетті. Тастанды зауытта ол дәмдеуіштерді қажетті заттарға айырбастап үйіне қайтты. Осы уақытта Хейли көрші фермерлерден жаңалықтар тыңдап отырды. Августа Джим мен оның бүкіл отбасын адам жегіштердің жеп қойғанын хабарлады. Сарж орман ішімен көлікпен келе жатып, апатқа ұшыраған квадроциклді тауып алып, сирек кездесетін дәмдеуіштерді жинап алды. Үйге оралған соң ол олжасын көрсетті. Рейнге жаңа мылтық сыйлағанда қыздың жүзі жайнап кетті. Куки өзіне не бұйырғанын сұрағанда Сарж оны шынықтыру үшін ауыр жұмыс деп қалжыңдады. Қыздар ішке кірген соң Хейли Саржға Августадан хабар барын айтты. Сарж естігеніне таңырқап, адамдардың неден айырылғанын ұмытып бара жатқанын айтты. Хейли Эммануэль үшін алаңдайтынын мойындады. Сарж жігіттің өз-өзіне жауап бере алатынын айтты. Үйге қайтар жолда Эммануэль суға түсуге тоқтады. Кеуіп жатқанда ол судағы бір қызды көріп, оның сұлулығына тәнті болды. Қызығушылықпен соңынан еріп, оның көптеген балалар тұратын тозығы жеткен баспанада өмір сүретінін білді. Сол түні отбасы Дананың жауынгер атануын тойлады. Ол отбасын қорғауға ант беріп, тас үйіндісіне от қойды. Қыздар билеп жатқанда Сарж бен Хейли алыстан бақылап тұрды. Хейли әлем күйрегенге дейінгі балалық шағын сағынышпен еске алды. Эммануэль үйге оралғанда ашулы Сарж одан қайда болғанын сұрады. Эммануэль Августаға барғанын айтты, бірақ Сарж оның бірнеше сағат бұрын кетуі керектігін ескертті. Жігіт уақыттың қалай өткенін байқамай қалғанын айтып, қарындасының рәсімінен кешігіп қалды. Эммануэль неге көмек сұраудың орнына тасты өртейтіндерін сұрағанда, Хейли ашуға мінді. Ол Эммануэльге риза болу керектігін айтып, сыртқы әлемнің қауіпті екенін ескертті. Бізге артық адамның қажеті жоқ деді де, қыздарды үйге шақырып, Эммануэльге отты сөндіруді бұйырды. Ол түсінде пастордың Хейлиді анасы деп таныстырғанын көріп, есеңгіреп оянды. Күнделікті істерін атқарып, көлге жасырын барды. Суға түскеннен кейін, есте сақтаған қыздың суретін салды.
Үйге оралғанда ол туралы ойлар маза бермеді. Ол өзіне өзі қол жүгірте бастағанда бөлмеге кенеттен Хейли кіріп келді. Эммануэль сасқалақтап қалды. Хейли оған мән бермей, Сарж бен Данамен бірге алыс барлауға баратынын айтты. Эммануэль мұның әке мен қыздың шаруасы екенін айтып қарсыласты. Хейли оның сөзін бөліп, ата-бабаларының осы жер үшін күрескенін және отбасын қолдау оның міндеті екенін еске салды. Ол мінез-құлқын түзетуді ескертіп шығып кетті. Келесі күні таңертең Эммануэль Сарж және Данамен бірге қойма аймағын барлауға кетті. Үйде Хейли қыздарға Саржбен қалай әскерде танысқанын айтып берді. Рейн сыртта өзі құралпы қыздардың бар жоғын сұрағанда Хейли үндемей қалды. Барлау орнында Дана қан ізін көріп, соңынан еріп төбеге асылған мәйіттерді тапты. Сарж бен Эммануэль де оларды көрді. Сол кезде өздерін одақ сарбаздарымыз деп таныстырған 4 қарулы адам пайда болды. Олар жақында қайтыс болған Флемингтердің үйінде болғандарын айтты. Августа болса, Флемингтердің бірнеше апта бұрын өлтірілгенін айтқан еді. Эммануэль мәйіттерді тексеруді сұрады, Сарж келісті. Дана сөмкені тексеріп жатқанда, өлі болып жатқан әйел кенеттен тұрып, оның ішінен атып жіберді. Сарж бен Эммануэль оны фермаға асығыс алып қайтты. Үйде барлығы Дананы құтқаруға ұмтылды. Хейли оған ота жасап, аман алып қалды. Эммануэль мәйіттерді тексеруді ұсынған үшін өзін кінәлады. Рейн оны жұбатып, нағыз ағасындай Дананы үнемі қорғайтынын айтты. Хейли радио арқылы Августамен байланысып оқиға туралы хабарламақ болды, бірақ жауап болмады. Кейінірек Эммануэль қоршаудың жанында темекі шегіп тұрғанда бір дыбысты естіді. Қолына мылтығын алып тексеруге барды да, көлдегі қызды көрді. Оның денесі көгерген, жаралы еді және көмек сұрап жалынып тұрды. Сарж бен Хейли балаларды жинап, қарулы болуды, бөтендерден аулақ жүруді және бірінші болып атуды ескертті. Олар адам жегіштердің құрбандарды алдап түсіру үшін өздерін одақ сарбаздары ретінде таныстыратынын түсіндірді. Хейли анау адамдарды өлтіру арқылы өздеріне іс қалдырғандарын енді басқалары іздеп келетінін айтты. Сарж тапсырмаларды бөліп бермес бұрын, Хейли Эммануэльді шетке шығарып, өзін кінәламауын және отбасын қорғауды, сақ болуды, басшылық етуге дайын болуды ескертті. Таңғы астан кейін Эммануэль қамбадағы Даунның көлдегі қыздың аты жағдайын білуге барды. Ол алғашында үрейленді, бірақ Эммануэль оны сабырға шақырып, жарасын таңды. Осы кезде Хейли қоршаудан қозғалыс байқады. Куки жауап бермеді, Рейн де оны көрмеген. Уайымдаған Хейли Эммануэльге қоңырау шалып, оңтүстікке баруды бұйырды. Кешкі ас кезінде Рейн өзінің баяндамасы туралы айтты. Куки тамағын түкіріп тастап, Хейлимен арадағы шиеленісті ушықтырды. Содан кейін Рейн қоймадан табылған дене туралы сөз қозғады. Дананың айтуынша, денені сақтау үшін тік орналастырған. Эммануэль күліп жіберді, ал Хейли өзін елемегендей сезініп, ашуланып, үстелден тұрып кетті. Үстелден кеткен соң Хейли ұйықтап жатқан қызы Дананың қасына отырып, оның қаншалықты қажет екенін, оны сағынғанын және өмірлерінде маңызды рөл атқаратынын көзіне жас алып айтты. Эммануэль Даунға олардың қиын жағдайда екенін және оның кім екенін, қайдан келгенін, ферманы қалай тапқанын және отбасы бар жоғын білу керектігін айтты. Қызы оған, неге мені мұнда ұстап отырсың? Деп қарсы сұрақ қойды. Эммануэль радионы қолдануға рұқсат сұрағанда ол кідірді. Қыздың амалы таусылып, адамдарының тірі екенін білуі керектігін айтты. Оның жағдайын түсінген Эммануэль кешірім сұрап, оны босатты да бір кездері отбасын ренжіткен бөтендер туралы оқиғаны айтып, сенімнің неге оңай келмейтінін түсіндірді. Қыз радио арқылы фримандармен байланысу керектігін айтты. Августаның атын естігенде Эммануэль таң қалып, оған деген сенімі арта түсті. Хейли Августадан қоңырау күтіп, алаңдады, бірақ еш хабар болмады. Осы арада Эммануэль мен Даун жақындай түсті. Эммануэль жүзгенді жақсы көретінін айтты, ал Даун бір кездері оны аңдығанын және сол өзенге үнемі келіп тұратынын мойындады. Ортақ сәттер олардың арасындағы сенімді нығайтты. Келесі күні таңертең Хейли Эммануэльді таба алмай, қамбаға барды. Ол жерден Эммануэль мен Даунның музыка тыңдап, көңілді сәт өткізіп отырғанын көрді. Эммануэльдің оған ғашық екені анық еді. Хейли мен Сарж ішке кіргенде Эммануэль қатып қалды. Даун бұрылғанда ашуланған Хейли оны ұрып жіберді. Сарж Даунды сыртқа алып шықты, ал Хейли ашумен Эммануэльге айқайлап, оны қамбаға қамап тастады. Хейли қыздан жауап талап етіп, өтірікке төзбейтінін айтты. Қысымға шыдамаған қыз аты жөнін, қайдан келгенін айтып, бұл жерді өзен бойымен жүріп тапқанын айтты. Күмәнданған Хейли ескерту ретінде оқ атты.
Қатты қорыққан қыз ақыры оны тәтесі Августа Тейлордың жібергенін мойындады. Өткен шақта Хейлидің көлігі бұзылып тұрғанда Августа тоқтап көмектескен еді. Көлікті жөндеп жатып, Августа Хейлидің әкесін мақтады, бірақ Хейли оның нанымын бөліспейтінін, тек ұлы үшін осында екенін айтты. Ол Құдайға сенбейтінін мойындады. Августа оны адамдардың қателіктеріне қарап, сенімді бағаламауға шақырды, бірақ Хейли салқын қандылық танытты. Августа оны фермаға дейін жеткізіп салғанда, олар барлығының өлі жатқанын көрді. Аласапыранның ортасында Хейли өлім аузында жатқан әкесін тапты. Ол Эммануэльді сұрағанда, әкесі қамбаны нұсқады. Іште олар қолына мылтық ұстаған Эммануэльді тапты. Хейли мылтықты алып, оны құшақтап, жалғыз емес екенін сездірді. Эммануэль радио арқылы Августамен байланысып, оның жиенін тапқандарын айтпақ болды. Қоңырау қосылды, бірақ ол жауап бермеді. Ол анасын шақырды, ол келгенше сигнал үзіліп кетті. Хейли оған мән бермеді, бірақ Рейн оны қолдап, сигналды көргенін айтты. Эммануэль Хейлиден Августаның жағдайын тексеруді өтінді. Ол Августаның өзіне жауап бере алатынын айтып, бас тартты. Ашуланған Эммануэль анасының сенімсіздігі оларды тұншықтырып жатқанын, бір қызбен сөйлесуге де мұрша бермейтінін айтты. Ашуға булыққан Хейли оны ұрмақ болды, бірақ Эммануэль оны итеріп жіберіп кетіп қалды. Эммануэль ашудан айқайлап, сыртқа шығып кетті. Ол дауынды алып, квадроциклімен жөнелді. Уайымдаған Хейли олардың соңынан ерді. Сарж қалғандарын бақылау үшін фермада қалды. Эммануэль мен Даун оның отбасының бұрынғы үйіне келді. Бұл жер тып-тыныш, қаңырап бос тұр екен. Осы уақытта Сарж камералардың бірінен айырылып, қоршауды тексеруге кетті. Хейли олар болуы мүмкін деп болжаған жерге жетті. Іздеу барысында ол ондаған бөшкеге салынған адам сүйектеріне тап болды. Оны ашу булықтырды. Баспанада Эммануэль мен Даун ішке кірді. Сол кезде Даун мұның бәрі тұзақ екенін мойындады. Оның отбасын кепілге алған. Ол отбасын құтқару үшін оларды тұзаққа түсірген. Оның ұстаушылары осылай жұмыс істейтін, отбасыларды бөліп, сенімсіздік тудырып, содан кейін шабуылдап, фермаларды бірінен соң бірін басып алатын. Хейли Августаның үйін тінтіп жатқанда, біреу оны артынан соғып, есінен тандырды. Фермада Саржға тұтқиылдан шабуыл жасалып, құлатылды. Рейн мен Куки камералардың бірінен соң бірі сөніп жатқанын көрді. Шошынған Рейн Кукиге орнында қалуды айтып, мерген мылтығын алып, жоғарғы қабатқа көтерілді. Рация арқылы ол Саржға бірнеше адамды көргенін хабарлады. Сарж есін жиғанда, қолдары жерге шегеленген екен. Шабуылшылар оны жеуге дайындалып жатты. Ол бар күш-жүгерін жинап, бір қолын жұлып алып, шегені бір шабуылшыға, сосын екіншісіне қадап, екеуін де өлтірді. Хейли жертөледе оянып, жанында байлаулы жатқан Августаны көрді. Рейн атыс кезінде бірнеше адамды өлтіріп, тығырыққа тірелді. Сарж рация арқылы оған тығылуды бұйырды. Хейли Августаға қыз туралы айтты. Августа оны өздері жібергенін растап, Хейли оны атып тастайды деп қорыққанын айтты. Хейли Эммануэльдің оны аман сақтағанын айтқанда, Августа жеңілдеп қалды. Олар бірнеше баланы жасырып үлгергендерін айтып жатқанда, бөлмеге бір ер адам кіріп келді. Ол Хейлиге мысқылдап, оның басқа фермерлерге ұқсамайтынын, ешкімге жаны ашымайтынын айтты. Ашуланған Хейли оның бетіне түкірді. Ол суық күліп, адамдарына оның аяғын байлауды бұйырды. Содан кейін еш ойланбастан басқа тұтқындарды, соның ішінде Августаны да өлтіріп тастады. Баспанада Даун Эммануэльді достарымен таныстырып, кешірім сұрады. Ол шындықты білсе келмейді деп қорыққанын айтты. Эммануэль оны іздеп келе жатқанын айтты. Ол кетіп бара жатқанда, қыз тағы да кешірім сұрады. Фермаға шабуылдаушылар басып кірді. Рейн оларға төтеп бере алмай, жертөлеге шегінді. Августаның үйінде бір адам Хейлидің аяғын байлауға қайта келді, бірақ ол қарсыласып, Даун оның қаруын тартып алды. Дәл сол сәтте бастық кіріп, отбасының амандығы үшін оны аяуды өтінді. Ол оны атып өлтірді. Сарж жертөлеге барды. Рейн оған Дананың шкафта тығылып отырғанын айтты. Сарж бірнеше мылтық алып, Рейн мен Кукиге орнында қалуды бұйырды да, жоғарыға көтерілді. Августаның үйінде Хейли мен қайта табысқан Эммануэль бір-бірін түсініп, бірге кетуге шешім қабылдады. Олар кетіп бара жатқанда Даунды кездестірді. Ол тәтесін сұрады. Хейли оның қайтыс болғанын айтты. Қыз жылап жіберді. Эммануэль балаларды тастап кете алмайтындарын айтты. Хейли оларды алып кетуге келісті. Содан кейін бәрі бірге жолға шықты. Фермаға оралғанда Сарж Дананы төменге түсіріп, Рейнге тапсырды да өзі құлап түсті.
Қоршаудың жанында Эммануэль бұзылған жерді көрсетті. Ашулы Хейли мұны кейін талқылайтындарын айтып, бәрін ішке кіргізді. Екі адам жегіш үйді өртеу үшін бензин құйып жатты. Сарж Рейнге оларды ішке кіргізуді бұйырды. Сыртта Хейли мен балалар қалып қойды. Ол Эммануэль мен басқаларға орында қалуды айтып, өзі шайқасқа араласты. Іште адам жегіштер жертөлеге түсті. Біреуі Дәнаның мойнына семсер тақады. Даун олардың қару-жарақ бөлмесімен сирек кездесетін дәмдеуіштерді тауып алды. Ол оларды ашпақ болғанда Сарж оны атып жіберді. Бір ер адам Кукиді ұстап алғанда, ол оны пышақтап, Рейн істі аяқтады. Сарждың жағдайын тексергенде, Рейн оның адамдар бұл дәмдеуіштер үшін жанын берер еді деп қалжыңдағанына күлімдеді. Эммануэль балаларды жертөлеге кіргізді. Рейн оны көргеніне қуанып тұр еді, бірақ оның басқаларды ертіп келгенін көріп, айқайлай бастады. Даун үстелде жатқан Саржға көмектесуге ұмтылды. Эммануэль Хейлиге көмектесу үшін сыртқа қайта шықты. Оның оғы таусылып, жаралы күйінде пышақпен шайқасып жатты. Ол екеуін өлтірді, бірақ жарақаты үшіншісімен шайқасуға әлсіздік етті. Дұшпан семсерін көтергенде Эммануэль жетіп келді. Ол Хейлиді ұстап тұрғанда анасы басқалардың жағдайын сұрады. Эммануэль олардың аман екеніне сендірді. Хейли оның қолында есінен танып, Эммануэль көзіне жас алды.